Оқиға Дон есімді жас әйелден басталады. Ол өнерді қатты жақсы көретін шығармашыл жан. Әрі Франциядағы Париж қаласында оқуды өмір бойы армандаған. Бұл тек оның арманы ғана емес еді. Мұны оның анасы да әрдайым армандаған. Дон өзінің әпкелері Эмили мен Макспен және әжесі Бьордимен бірге тұрады. Қазір олардың қалған жалғыз отбасы осы. Бірнеше апта бойы Дон өзі құжат тапсырған өнер мектебінен жауап күтеді. Үміт пен қорқыныштың арасында жүріп, ақыры қабылдау хаты келеді. Ол студент ретінде қабылданады. Бірақ ауысу бағдарламасы, жатақхана және тұрмыстық қолдау туралы өтініштерінің бәрі қабылданбайды. Бьорди мұны үлкен мәселе деп санамайды. Өйткені ол Дон жылдар бойы тынымсыз жұмыс істеп жеткілікті ақша жинаған деп ойлайды. Алайда Эмили Донның қаржы туралы әңгімеден үнемі қашатын байқайды. Шындықты айтуға мәжбүрлеген кезде Дон бір жыл бұрын Бьордидің емделуіне төлеу үшін өзінің жинаған ақшасының көбін жұмсап қойған мойындайды. Соның салдарынан оның тіпті ұшақ билетін алуға да ақшасы жоқ. Ал Париж қаласында тұрып, оқу туралы айту тіпті артық. Мұны білген Эмили Донның арманына қол сілтеуіне жол бермейтінін айтып, қандайды бір шешім табатынын уәде етеді. Сол күні кешке Дон мейрамханада жұмыс істеп жатқанда, Эмили қуанышқа толы күйде келеді. Ол шешімді тапқанына сенімді еді. Эмили Донға Хонейпот атты танысу реалити шоу туралы айтады. Бұл шоуда 20 әйел тартымды бойдақ жігіттің жүрегін жеңу үшін бәсекеге түседі. Шоудың Париж қаласында өтетін туралы қауесет бар еді. Сондықтан бұл керемет мүмкіндік сияқты көрінеді. Дон тегін саяхаттай алады, қатысушы ретінде ақша алады және сол ақшаны оқу мен өмір сүруге жұмсай алады. Бірақ керемет жоспар сияқты көрінген бұл идея көп замай өте қате болып шығады. Себебі бұл басқа Париж еді. Бастапқыда Дон бұл идеяны мүлде күлкілі деп санайды. Бірақ арманын жүзеге асырудың басқа жолы болмағандықтан ол кастингке баруға келіседі. Эмили шоудың барлық маусымын көрген адам ретінде жоспарды егжей-тегжейлі түсіндіреді. Донның мақсаты өте қарапайым болу керек. Бірінші болып шоудан шығып кету, ақшасын алу және бәрібір Парижге барғандай болу. Осы әңгіме кезінде Бьорди Донның барлық жинағын жұмсағанын естіп қалады. Ол Дон өзінің емделуіне барлық ақшасын жұмсағанын білгенде қатты таңғалады. Алғашында ол Донның шындықты жасырғанына ренжиді. Бірақ бәрінен бұрын ол Донның өз болашағын құрбан еткенін қаламайды. Бьорди Донның ерекше адам екенін айтып, оған осы мүмкіндікті пайдаланып, арманы үшін күресуге кеңес береді. Отбасының толық қолдауымен және нақты жоспармен көптен күткен кастинг күні келеді. Басқа қатысушылар бірге көзге түседі. Олар сәнді, өзіне сенімді және бойдақты таңғалдыруға толық дайын. Ал Донның мақсаты мүлде басқа еді. Парижге жету және мүмкіндігінше тез шоудан шығып кету. Кастинг кезінде Донды Рейчел атты белсенді әрі ұқыпты продюсер сұхбаттан өткізеді. Дон шоуның барлық маусымын көргендей болып өтірік айтады. Бірақ оның қолмен жазылған жазбаларын көргенде өтірігі әшкере болады. Соған қарамастан Рейчел бұған аса мән бермей, Донның қызығушылықтары мен мінезі туралы сұрай береді. Сұхбат режиссер Рейчелді шақырып кеткенде аяқталады. Рейчел Донға кейін хабарласатынын айтады. Рейчел Донды қызық тұлға деп санайды, бірақ режиссер күмәнданады. Өйткені Донның әлеуметтік желіде танымалдылығы жоқ. Кастингтен кейін Дон басқа қатысушылармен танысады. Олардың ішінде Эмили қатты таңданатын атақты инфлюенсер Лекси Миллерде бар. Оның миллиондаған жазылушысы бар. Лекси кастингін тікелей эфирде көрсетіп, шоуға міндетті түрде өтетініне сенімді. Сол түні Дон мен Эмили демалу үшін барға барады. Олар көңіл көтеріп отырғанда, Дон олардың кішкентай қаласында бұрын көрмеген бір ер адамды байқайды. Екеуі тез тіл табысып, бірге билеп, жылы әрі еркін сәт өткізеді. Бірақ көңілді атмосфера кенет өзгереді. Дон Эмилиді бір топ ер адамдар мазалап жатқанын байқайды. Дон бірден би алаңынан шығып, әпкесін қорғауға барады. Күтпеген жерден бұл батыл әрекет бірге билеген ер адамға одан да қатты әсер етеді. Келесі күні көптен күткен қоңырау келеді. Дон 20 қатысушының бірі болып таңдалады. Қорқыныш пен үміт аралас сезіммен ол отбасымен қоштасады. Олар бұл мүмкіндік оның арманына жақындатады деп сенеді. Көп ұзамай Дон жолға шығады. Ол қуанышты, бірақ толқып тұр. Режиссер оның қарапайым көрінісіне онша риза болмайды. Рейчел бірден командасына Донға толық мейк-овер жасауды бұйырады. Сол сәттен бастап Дон камералардың үнемі бақылауында өмір сүруге үйрену керек. Барлық қатысушылар ұшаққа отырғаннан кейін Рейчел келісім шарт бойынша олардың телефон
телефондарын жинап алады. Оларға ерекше күтім көрсетіліп, барлық әрекеттері қызықты әрі әсерлі көріну үшін ұйымдастырылады. Ұшу кезінде Дон Жасмин есімді тағы бір қатысушымен танысады. Кейін Жасмин Дон мен Бьорди дайындап берген үй тортын бөліседі. Рэйчел Донға шоудың ережелеріне бейімделуге көмектеседі. Барлығы да өздерінің армандаған ер адаммен кездесуді асыға күтеді. Ұзақ сапардан кейін ұшақ қонуға дайындалады. Қатысушыларға терезеден қарауға рұқсат етілмейді. Өйткені түсірілім тобы олардың жерге түскендегі алғашқы реакцияларын түсіргісі келеді. Оларға шоу үшін қалпақтар мен жалаушылар беріледі. Ұшақ қонғанда және камералар қосылғанда қатысушылардың жүзінде бірден көңілсіздік пайда болады. Өйткені олар Франциядағы Париж қаласына емес, ақш-тағы шағын қала Париж қаласына келген еді. Дон бірден өзінің бүкіл жоспары күйрегенін түсінеді. Оның Еуропаға бару арманы бір сәтте жоқ болады. Қатты ашуланған Дон телефон мен заттарын қайтарып беруді талап етеді. Ол үйіне бірден қайтқысы келеді. Оның үйі бұл жерден шамамен 1 сағаттық жол ғана еді. Бірақ продюсерлік топ оны тоқтатып, келісім шартқа қол қойғанын еске салады. Рэйчел оны тыныштандыруға тырысады. Бірақ Донның ашуы басылар емес. Режиссер оған бұл жерден кете алмайтынын қатаң айтады. Егер Дон кетсе, ол тек қатысқаны үшін уәде етілген $20,000 да айырылады. Басқа амал қалмаған Дон қайтадан қатысушыларға қосылады. Ал олар болса өздерінің армандаған бойдақ жігітімен кездесуді әлі де қуанышпен күтуде. Содан кейін қатысушылар Париж қаласындағы үлкен ранчоға жеткізіледі. Бұл жер ауыл стиліндегі алып сарай. Байқаудың негізгі орны айналасы кең далаларымен, ат қораларымен және ұзын ағаш қоршауларымен қоршалған нағыз ковбой мәдениетінің ортасы еді. Рэйчел оларды ресми түрде қарсы алып, ертең олар бүкіл мүліктің иесі бойдақ жігітпен кездесетіндерін хабарлайды. Қуаныштан жарылардай болған әйелдер үйді аралап көруге асығып, продюсерлік топ алдын ала дайындап қойған киімдерге толы үлкен гардеробтардағы орын үшін таласа бастайды. Ал Дон болса Жасминмен бірге тұратын бөлмесіне жайғасады. Екеуі бөлмелес болып шығады. Көңілді Жасмин Доннан киім таңдауға көмектесуін сұрайды. Өйткені ол Дон бұл жердің стилін жақсы түсінеді деп ойлайды. Келесі күні таңертең Дон ойларын реттеу үшін ранчоның айналасында тыныш серуенге шығады. Сол серуен кезінде ол күтпеген жерден кешке барда кездескен сол ер адамға жолығады. Біраз уақыттан кейін шындық белгілі болады. Ол Трей Маккален. Шоудағы барлық қатысушы әйелдер жүрегін жаулауға тырысып жатқан бойдақ жігіт Дон бірден өзін шоудан шығарып жіберуді сұрайды. Бірақ Трей оның шынайылығы мен ашық мінезіне қызығып, бұл өтінішіне келіспейді. Көп ұзамай продюсер Рэйчел Донды ресми таныстыру рәсіміне дайын болмаған үшін ұрсады. Шындықты жасырудан шаршаған Дон ақыры өтірік айтқанын мойындайды. Ол шоуға тек Париж қаласына барып, өнер оқуын жалғастыру үшін келген айтады. Рэйчел оған бұл құпияны ешкімге айтпауын ескертеді. Әйтпесе продюсерлік топ заңды шара қолдану мүмкін. Ол Донға бәрін табиғи түрде ойнауды, көрермендердің алдында қалыпты түрде шығып кетуді және сонда да уәде етілген $20,000 алуды ұсынады. Дон амалсыз келісіп, киімін ауыстырып, басқа қатысушыларға қайта қосылады. Сәл кейін Трей атқа мініп, әсерлі түрде сахнаға шығады. Ол өзін харизмасы бар нағыз ковбой ретінде таныстырып, бәрінің назарын бірден өзіне аударады. Күннің қалған бөлігі танысуға арналады. Дон әдейі өзін жаман жағынан көрсетуге тырысады. Осылайша тезірек шоудан шығып кетемін деп ойлайды. Бірақ әр қатысушы Треймен жеке сөйлесуі тиіс болғандықтан, ол бұл кездесуден қаша алмайды. Режиссер олардың арасындағы бір түрлі кернеуді байқап, екеуі бұрыннан таныс екенін түсінеді. Тіпті Дон камера алдында Трейді әдейі мазақтап, өзің дисквалификация жасатуға тырысады. Бірақ режиссер олар арасындағы ерекше тартымдылықты байқап, драманы күшейту үшін Донды жарыста қалдыруға шешім қабылдайды. Алғашқы іріктеу кезінде Трей кім қалатынын шешу керек болады. Дон өзін міндетті түрде үйіне жібереді деп ойлаған кезде, күтпеген жерден оның аты қауіпсіз қатысушылардың қатарында аталады. Келесі күні таңертең Дон ранчоны аралап жүріп, Трейдің атын тазалауға дайындалып жатқанын байқайды. Ол алыстан қарап тұрып қалады. Бірақ Трей оны байқап қойғанда Дон ұялып кетіп, тез кетіп қалады. Көп ұзамай қатысушыларға жұмыстар бөлінеді. Ат қораларын тазалау, жануарларға күтім жасау. Жұмысын аяқтаған соң Дон тағы да Трейді тауып, өзін жарыстан шығарып жіберуді сұрайды. Бірақ Трей тағы да бас тартады. Ол тіпті Франциядағы кез келген еркектен жақсы серік бола алатын дәлелдеуге тырысады. Ал Донның кеткісі келу махаббатқа мүлде қатысы жоқ екенін ол түсінбейді. Тағы да жарыста қалғанына ашуланған Дон бұл туралы Жасминге шағымданады. Ол шоудан шынымен
шоудан кеткісі келетінін айтады. Жасмин оны түсіністікпен тыңдап, басқа қырынан қарауға кеңес береді. Ол Донға шоудың жарыстарына қатысып, мүмкіндікті пайдалануды ұсынады. Өйткені ақшалай сыйлықтар оның оқуына көмектесуі мүмкін. Осы сөздер Донның ойына әсер етеді. Алғаш рет ол шынымен жарысуға ниет білдіреді. Алғашқы жарыс механикалық бұқаға міну. Кім ең ұзақ ұстап тұрса, $5000 ұтады. Сыйлық жарияланғаннан кейін барлық қатысушы бар күшін салады. Дон бәрінен ұзақ ұстап тұрып, жеңіске өте жақын болады. Бірақ соңғы сәтте Лекси шығып, сенімділікпен өнер көрсетеді. Күтпеген жерден ол Донды жеңіп, ақшаны да Треймен жеке кездесуді де ұтып алады. Бұл Донның ішінде қызғаныш сезімін оятады, бірақ ол оны мойындағысы келмейді. Қызығушылық жеңіп, Дон олардың кездесуін жасырын бақылауға барады, бірақ абайсызда ұсталып қалады. Оның пайда болуы романтикалық болуға жақын тұрған сәтті бұзып жібереді. Бұл ыңғайсыз жағдай тез арада бүкіл түсірілім тобының әңгімесіне айналады. Келесі жарыс одан да шиеленісті болады. Әсіресе Дон мен Лекси арасында. Олардың бәсекелестігі енді ашық байқалады. Бұл жолы Дон жеңіске жетіп, ақша да Треймен де кездесуде алады. Осы кездесу кезінде олардың арасындағы байланыс күшейе түседі. Дон өз сезімдерін жасыруға тырысқанымен, араларындағы тартылыс анық байқалады. Келесі жарыста Дон мен Лекси бір командада жұмыс істеуге мәжбүр болады. Бірақ Трейге деген ортақ сезім олардың ынтымақтастығын толық хаосқа айналдырады. Ақыры ашу үстінде олар төбелесіп кетеді. Айғай шудың әсерінен Трейдің аттары шошып кетіп, ранчоның ішіне бытырап қашады. Бұл үлкен төтенше жағдай туғызады. Өзін кінәлі сезінген Дон Трейге көмектесуге шығады. Екеуі бірге даланың ішінде қашып кеткен аттарды ұстап, тыныштандырып, қайтадан қауіпсіз жерге әкеледі. Осы сәттен бастап олардың арасындағы байланыс бұрынғыдан да күшейе түседі. Қатысушылар саны азая берген сайын Дон финалға ең мықты үміткерлердің бірі болып қалады. Мұны көрген Лекси Донға ашық түрде соғыс жариялайды. Ол бұл шоуда әрдайым өзінің атаққа жету сахнасы деп санаған. Көп ұзамай продюсерлік топ маңызды жаңалық айтады. Соңғы екі қатысушы Треймен бірге финал кезеңі үшін Париж қаласына барады. Бұл хабар Донның өшіп бара жатқан үмітін қайта жандырады. Бір күні Трей Донды ранчоның ішінде серуендеге шақырады. Олар ашық дала мен қызыл күн батарын көріп тұрған кішкентай төбеге шығады. Сол жерде екеуі де ұзақ уақыт жасырып келген сезімдерін сезіне бастайды. Ал бұл уақытта қызғаныштан өртенген Лекси Донның заттарын жасырын түрде ақтарып, оның шоуға келген шынайы себебін дәлелдейтін жазбаларды табады. Онда Париж қаласындағы өнер мектебі туралы құжаттар бар еді. Бұл туралы ештеңе білмеген Дон Трейді өз үйіне апарады. Ол оған өзінің суреттерін, түрлі түсті кенептерін және бала кезден бергі армандарын көрсетеді. Трей Донның отбасымен де танысады. Олар Трейдің шынайы әрі сыйлы мінезіне бірден жылы қарайды. Бірақ ранчоға қайтқан соң продюсерлер оларды рұқсатсыз кеткен үшін ұрсады. Лекси осы жағдайды пайдаланып кетеді. Ол Треймен жеке сөйлесіп, Дон тек оны пайдаланып Париж қаласына жету үшін ғана шоуға келген деп айтады. Бұл сөздер Трейдің көңіліне күдік ұялатады. Сол түні Трей көп түсініктеме бермей Донды шоудан шығарып үйіне жібереді. Лексидің сөзіне сенген Трей Дон оны басынан бастап тек пайдаланып келген деп ойлайды. Жүрегі жараланып қатты көңілі қалған Дон ранчодан кетеді. Қалған аз ғана ақшасына қарамастан ол бәрібір Францияға барып оқуын жалғастыруды шешеді. Ол өмір бойы армандаған мақсатына жақындағанымен бұл сапар оған қуаныш әкелмейді. Себебі Треймен қарым-қатынасының ауыр аяқталуы оның жанын мазалай береді. Біраз уақыт өткен соң Дон Париж қаласындағы шағын кафеде жалғыз отырғанда оған Рейчел келеді. Рейчел сол кеште финалдық эпизод түсірілетінін айтып, Донға Треймен тікелей сөйлесуді ұсынады. Трей әлі де Дон өзін тек пайдаланды деп ойлайды. Өйткені оған Лекси солай айтқан. Алғашында Дон қайта барудан бас тартады. Себебі финалға қайта қатысса, ол жеңіп алған барлық ақшасын қайтаруға мәжбүр болады. Рейчел тәуекелді түсінсе де, бұл түсініспеушілікті жоюдың жалғыз жолы осы екенін айтады. Кетер алдында ол Донның пәтеріне әдемі көйлек қалдырып кетеді. Егер ойын өзгертіп қалса деген оймен. Трейді ұмыта алмаған Дон ақырында үлкен шешім қабылдайды. Ол барлық ұтып алған ақшасынан бас тартып, финалға баруға келіседі. Түсірілім өтетін жерге келген соң Дон бәрін ашық айтып береді. Бастапқыда шоуға не үшін келгенін, отбасының жағдайын, Бьорденің емделуіне кеткен шығындары және өнер оқуды армандайтынын. Бірақ оның шынайылығы да Трейдің жүрегін бірден өзгерте алмайды. Әлі де ренжіген Трей Дон Парижге жеткен соң оны түсініктеме берместен тастап кетуді бастапқыда
содан жоспарлаған ба деп сұрайды. Дон олар бірге бір шешім таба аламыз деп ойлаған айтады. Бірақ оның сөздері Трейді толық сендіре алмайды. Жүрегі ауырған Дон үнсіз кетіп қалады. Сол кезде Рейчел продюсерлік ережені бұзып, Трейге маңызды шындықты айтады. Дон финалға келу үшін ұтып алған барлық ақшасын толық қайтарып берген. Бұл үлкен құрбандықтың мәнін түсінген Трей бірден Донның артынан жүгіріп кетеді. Осы кезде жасымен Лексиді әдейі тоқтатып, оның араласуына мүмкіндік бермейді. Трей ақыры Донды қуып жетіп, неге өзіне сонша қажет болған ақшадан бас тартқан сұрайды. Дон шындықты мойындайды. Трей енді оның арманның бір бөлігіне айналған. Сондықтан ол ақша емес, шындықты таңдаған. Барлық түсініспеушіліктері шешілген соң екеуі қайта татуласады. Содан кейін Трей Донға көмектесудің жоспарын ойлап табады. Финалдық рәсім кезінде ол Донға ақшалай сыйлықты таңдауға жасырын түрде кеңес береді. Себебі шоу аяқталғаннан кейін олардың бірге болуына ештеңе кедергі болмайды. Ал Трей оны қанша уақыт болса да күтуге дайын. Ақырында Дон жеңімпаз аттанады. Ол екі бірдей сыйлыққа ие болады. Оқуына қажет қаржылай қолдау және Треймен шынайы қарым-қатынасты бастау мүмкіндігі. Соңында Дон мен Трей көп адам мүмкін емес деп ойлаған нәрсеге қол жеткізеді. Олар махаббатты сақтап қалды және жеке мақсаттарынан бас тартпады. Оларға жүрек пен болашақтың арасынан таңдау жасаудың қажеті болмады. Өйткені олар бірге тепе-теңдік тауып, махаббат пен табыс қатар өмір сүретін жаңа өмір құра бастайды. Осы оқиғаның түйіні мынадай: кейде арманыңа жетудің ең жылдам жолы кездейсоқ танысу шоуына қатысып, бәрін шатастырып алып, бірақ соған қарамастан бәрібір жеңіп шығу болуы мүмкін.